Қазақстандық алаңдарда айқасқа шыға берсе, Мұхаммед Хейбати аздағы уақыттан кейін қазақша да түсініп алатын шығар. Айқасымыз басталуға жақын. Санжар Тажиев және Мұхаммед Хейбати. Айқас басталды. Алаң ортасында бірден алғашқы соққа Санжар. Бір өтімді лоу-кик, одан қарымта жауап Хейбати. Жесткая работа с ног Мухаммеда Хейбати. Знает он, что Санжар это все-таки в первую очередь боксер и парень, у которого хорошо подвешены руки, поэтому стал обрабатывать он ноги своего оппонента. И эти удары проходят. Кстати, у Хейбати очень сильные и тяжелые удары ногами. Аяққа ұмтылыс жақсы. Хейбатидің алғашқы тейкдаун жасау әрекетін қазір Тажиев тосқауыл қойды. Завязка. Первая завязка у клетки. Жігіттер өте ашулы. Бұл 3 раундқа жоспарланған жекпе-жек. Тяжело задышал Мухаммед Хейбати, хотя не совсем понятно, какой удар он пропустил. А Тажиев вжимает своего соперника в клетку. И вот напомню, что примерно в такой ситуации как раз Фаниль Рафиков Хейбати и задушил. Не знаю, насколько хороший грэпплинг у Санжара. Сейчас посмотрим. Сол Қарағандыда өткен атышулы турнирде шындығында Фаниль Рафиков өзінің мансабындағы бір ең ірі жеңістің біріне қол жеткізген еді. Міне Хейбати қазір Тажиевтің осы қысымына қарымта айла шарасын жасап көреді. Әзірге жаман емес. Хорошее колено от жаман емес. Тіпті. Как будто бы прочувствовал Мухаммед Хейбати. Но теперь Мухаммед уже вжимает в клетку Санжара. Пытается пройти в одну ногу. Перехватывает захват. И сейчас будет пытаться вырывать Санжара и посадить. Но Санжар локтями обрабатывает корпус Хейбати. Не дает себя перевести. Всем было интересно, какая борьба у Санжара Тажиева, и сейчас мы видим, что неплохая. Мы его знаем просто как ударника, но нет, бороться он тоже умеет. Енді бұған дейінгі Павловскиймен болғанда жекпе-жекте де Тажиев тік тұрып төбелесу мәнерінде өнер көрсеткен болатын басым көпшілігі. Енді Хейбати сынды күрес шеберіне қарсы қазір Тажиев өте жақсы қорғаныс әдістерін көрсетуде. Еще одно жесткое колено и жесткое попадание по Хейбати от Санжара. Санжар таңғалдырып жатыр қазір. Хейбати отвечает хайкиком. Хейбати. Ой-ой-ой, жестко попадает с рук. Да, руки у него очень хорошие. Шындығында еркін күш командасы Хейбатидің бүкіл күрес жекпе-жек мектебін бастан аяқ оқып шыққан сыңайлы өте жақсы зерттеу жасаған. Вот сейчас сверху оказывается Мухаммед Хейбати. Отсюда он умеет неплохо работать, обрабатывает корпус, обрабатывает голову. А Санжару Тажиеву нужно обязательно вставать, чтобы реализовывать свое преимущество, потому что он показал, что руки у него точно быстрее и точно точнее. Қазір әупіремдеп жүріп, Хейбати өзінің сүйікті позициясына қол жеткізді. Енді әрі қарай өрсетіп алып кететін жолды іздейді. Әсіресе ауыр соққылардың астына алып, сонымен қатар осы шынтақпен, одан кейін қарсыластың бауыр тұсынан, бүйір тұсынан жасалатын соққыларға иек артады. Да, сейчас немножко темп боя потерялся. Сейчас уже такая идет тактическая работа от Мухаммеда. А Санжар пытается максимально его вязать, чтобы не пропустить лишний урон. В открытом гарде он работает. Странно, что не пытается от сетки он встать, но, видимо, очень хорошо контролирует Хейбати. Бұған дейінгі әлеуметтік желіде екі тарап бір-біріне пікір айту барысында аянып қалған жоқ еді. Енді міне соның дәлелдейтін уақыты. Хейбати Тажиевтің тік тұрып төбелесу мәнеріндегі қысқа қашықта қауіпті соққыларынан аман қалудың жолын осы партерде белдесу деп түсінсе керек, және сол мақсатына қазір ақырындап таяп келеді. Айтпесе Тажиев қауіпті болыпты қазір Мухаммед үшін. Әсіресе тік тұрып төбелесу мәнерінде. В таком темпе у нас проходит 4 минуты боя, остается одна. Не видно, что кто-то из бойцов сейчас близок к финишу, но при этом очевидно, что на записках у судей пока что лидирует Мухаммед Хейбати именно из-за этого контроля, из-за того, что наносит много урона. И, в принципе, в такой позиции он уже 2 минуты находится. Санжар пытается встать от сетки, но хватать сетку нельзя. Я думаю, ему сейчас устное замечание сделает Актлео. Хейбати қазір бара-бара қысымды арттыруда, бірақ соққы жасайтын саңылау жоқ дегенде жойқын бір айқастың сценарийін күрт өзгертіп жіберетін соққы әзірге жасай алмады. Тажиев барынша қарсыластың мойнын қапсыра құшақтап, өзіне тарта отырып, оның еркінсіп қимылдап кетуіне жол бермеуде.
Раундтың аяқталуына 15 секундтай уақыт қалды. Енді бұл тұста шындығында осылай бірінші раундтың соңы гонг үнін еститін сыңайлымыз. Хейбати шаршаңқырап қалды. Көзінде тұр барлығы. Ішкі жан дүниесі қандай сезімде екендігі. Ну да, пока у нас перерыв, я хочу напомнить, что Найза запускает новое мобильное приложение. Это турниры, подкасты, эксклюзивный контент. Всего за 200 тенге в месяц. Если вы хотите смотреть прямые трансляции турниров Найза в высоком качестве, получать доступ к архиву поединков и эксклюзивным боям, слушать подкаст с участием бойцов, тренеров и экспертов, быть в курсе новостей, интервью и анонсов грядущих турниров, скачивайте наше приложение в App Store и Google Play уже сегодня. Кроме того, все турниры Лиги Найза смотрите эксклюзивно на телеканале Sport Plus, а также на YouTube-канале Sport Plus, _ КАЗ. Хейбати қазір командасының әрбір ақыл кеңесіне қалт жібермей құлақ асатын сәті. Өйткені ол ойлағандай емес болып шықты Санжар Тажиев. Ол міне енді 3 минутқа жуық уақыт партияда бақылауда ұстады. Сөзсіз ұпай жағынан, барлық жағынан енді Хейбати қазір басымдыққа ие. Дегенмен Санжар Тажиев екінші раундта дәл бағанағыдай. Санжару нужно точно что-то менять во втором раунде, потому что если бой пойдет так же, то Санжар просто будет внизу лежать и его будет забивать Мухаммед. Я надеюсь, что он сейчас не даст перевести себя в партер. Санжар үшін қазір осы тіктіріп төбелесу. Началась заруба. Санжара очень хорошие длинные руки. И эта дистанция, она как раз для него дальняя. А вот как только переходит бой в среднюю, там уже действует Мухаммед Хейбати. Тажиев қазір қарсыласының қарқынын тежей жүріп, осындай тіке соққыларымен барлап көреді. Одан кейін бағанағыдай ауыр соққыларға иек артады. Пытается пройти сейчас в борьбу Мухаммед Хейбати. Видно, как он пытается дистанцию обойти Санжара Тажиева. Но Санжар это тоже понимает. Не хочет он больше лежать 2,5 минуты под Хейбати. Но нет, вот еще один проход. Қорғаныс бар ма? Жаман емес. Бірақ Хейбати бір аяққа еркін өтіп кеткендіктен осылай Тажиевті тағы да жамбасқа жайғастырды. Встает сейчас Санжар Тажиев, шея Хейбати. А Хейбати прям понимает, что это его шанс. И все силы вкладывает в перевод. Жеңіске бастар жолда. Хейбати күрестен іздеп жатыр қазір. Ашық ұрысқа тіпті құлықсыз. Өйткені Санжардың найзағайдай жарқ еткен осы соққылары Хейбати үшін бағана бірінші раундта көрдіңіздер. Өте қауіпті болды. Да, сейчас просто мы смотрим, кто кого передумает, кто окажется более техничным, потому что Хейбати, как воздух, да, нужен этот перевод, а вот Санжару как раз как воздух нужно не дать себя перевести. Техникалық арсеналы жағынан енді екі жауынгер бір-бірімен терезесі тең деп айтуға болатын шығар. Дегенмен Хейбатидің енді күресте бейлекендігі және заход на удушающий прием. Фаниль Рафиковпен болған сценарий қайталанады ма әлде? Таджиев. Но заблокировал руку уже Хейбати Тажиева, а вот Фаниль Рафиков почти так и задушил. Қолды салды ғой, бірақ Хейбати бір жіберген қателікке қайтадан боялды болуға тырысады. Шынтақпен жасаған жесткие локти. Падает Хейбати. Әскербайұлы тоқтатуға шақ қалған сыңайлы. Жоқ, Хейбати. Урон точно прошел. Бар, әрине бар, ауыр соққы және тейкдаун. Перевод от Хейбати. Но урон он точно получил. Видно, что за ухом у него кровь уже немножко есть. Да, жесткий момент был. Тіпті Хейбатидің міне тағы да Санжар өзіне өте өтімді болған соққыларды әрі қарай жалғастыруда. Еще много локтей. Бұл енді шындығында қанжардай болып қадалатын соққылар. Хейбати забирает спину Санжара Тажиева. И сейчас я думаю, что захочет отдать должок, потому что урон он пропустил достаточно много. Тұрып кете алады ма? Санжар Тажиев қазір тұруға барынша талпынша жасау керек. 2 минуттай уақыт бар. Раунд соңын беріп тастауға мүлде болмайды. Бұл екінші командасының өкілдерінің пікірі. Тажиев талпыныс жасап көру керек. Әзірге Хейбати жәукендеп жатыр. Санжарды ыңғайлап, қапталдан бақылауға алып. Пытается забрать спину Мухаммед Хейбати. Видим, что в углу Санжара уже находится и Дастан Амангельды. Это чемпион Лиги Найза в легчайшем весе. Пытается он своими советами, он в борьбе очень хорош. Подсказать, что сделать Санжару. Но пока у Санжара прям не получается ничего. Вот
попытка встать, но очень жестко блокирует его Бір жарым минуттай Хейбати. уақыт қалды. Хейбати. Бағанағы Санжардың шыдақпен жасаған қалып соққыларынан кейін қалай дегенде ол қателікке қайтара жол бермеу керектігін жақсы ұғынып Попытка выйти на ручной треугольник. Тамаша бір От әдістің Мухаммада шетін шығарды Хейбати. Если он сейчас перекинет Таджиев. ноги, то сможет задушить Санжара Тажиева. Главное Санжару не давать Аяқты обойти ноги. Но вот ауыстырды. Енді Таджиевтің қолы. Белгі это бар ма? Жоқ. Очень Әзірге близко к Таджиев. концу. Бір минуттай уақыт бар. Санжар терпит. Здесь только остается ему терпеть, потому что позицию он уже потерял. Позицияны жоғалтқанмен де бірақ енді Санжардың дене қимылына қарап әзірге абыржу жоқ деп ойлаймыз. Не в ту сторону уходит немножко Санжар Тажиев. Нужно поворачиваться к Мухаммаду. Вот сейчас он делает уже довольно правильное движение. Ну из-за сетки все, постучал, по-моему, нет? Берілді. Постучал, нет? Берілді ма? Постучал. Берілді. Екі мәрте. Да, не заметил. Санжар Тажиев. Рефери, да, несколько раз постучал. Ақлева Сербайлы көз жазып қалды ана тұста. Санжар екі мәрте белгі берген еді. Ну да, наелся локтей. Мухаммад Хейбати даже с носом, да, как будто бы что-то. Я не понимаю сейчас. Хочется посмотреть. Но при этом сделал свое дело, задушил ручным треугольником. Хорошее выступление от Хейбати. Интересно, хочет ли он все еще получить реванш от Фаниля Рафикова. Қалайша Санжар Тажиев жаңа тұста қателікке бой алдырып қойды. Енді міне қараңыздар, Хейбатидің бет әлпеті күрделі өзгеріске ұшырап кеткен. Айқас алдындағы суреттен дейікші бейнесімен салыстырмалы түрде. Нұрбек Қарабалаға жақындап бір лебізін айтты. Неге? Енді айқасқа қатысты ма әлде? Оны алдағы уақытта біле жатармыз. Санжар Тажиевті басын шайқап. Да, выглядит немножко потерянным Санжар Тажиев. Меніңше Санжар Тажиев рефериге бір... Была какая-то ошибка, да, он считает? Соған пікірін айтып жатқан сыңайлы. Жаңағы қолын көрсеткен болатын өйткені оның қолы жарақат алып қалған сыңайлы. Алдағы уақытта енді айта жатар. Айқастан кейінгі сұхбаттарда. Хейбати ұзақ уақыттан кейін осындай бір жарқын, жақсы жеңіске қол жеткізді. Енді әңгіме Фанилмен реванш арасы бола ма, болмай ма? Міне сұрақ. Да, классный бой получился. Санжару Тажиеву нужно, конечно, поработать над своей борьбой, потому что в стойке у него все прям в порядке. Хорошие руки, быстрые, длинные. Сам он чувствует, да, когда нужно наносить удар. Но вот в борьбе он не совсем понимает, как вставать, когда на нем, да, лежит соперник. Нельзя сказать, что Хейбати это супер борец. Әрине, қарымта әдіс жасау кезінде қорғану сәтінде Санжар Тажиев өзі мына бір жағы 8 бұрыштың жақтауына, одан кейін қарсыласы үстінде енді күші сарқылып қалған сыңайлы бұл тұста. Сондықтан Санжардың жанкүйерлердің ешқандай реніші жоқ деп ойлаймын. Өте жарқын, өте тамаша айқас көрсетті. Құрметті ағалар мен мырзалар, рефери Ақлева Сербайлы бұл жекпе-жекті екінші раунд 4 минут 24 секундта тоқтатты. Қалқындыру әдісімен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Мухаммад Персидский Дагестанец Хейбати. Құттықтаймыз Мухаммад Хейбати жақсы, жарқын жеңіске қол жеткізді.